Жаңа конституцияға сәйкес енді сүйінші жаңалықтар көбейеді. Мәселен, қазақстандықтар арқалаған айыппұлдар ішінара және толық кешірілуі мүмкін. Ол елде қолданылатын алғашқы әкімшілік рақымшылық аясында жүзеге асады. Мұны бүгін үкімет отырысында ішкі істер министрі мәлімдеді. Денсаулық сақтау заңнамаларына енгізілетін өзгеріс нәтижесінде медицинаның қолжетімділігі артады. Жаңа өзгеріс білім беру, ғылым сияқты көптеген саладан бөлек Алатау және Астана қалаларына да қатысты болады. Әріптесім Берік Дүйсенбай баяндасын. Ата заң қабылданды, ала шапқын басталды. Енді үкімет пен парламент үзеңгілесіп бір-біріне айырылмастай бауыр болатын түрі бар. Ендіше 5 конституциялық жаңа заң қабылданып, қолданыстағы 8-ін жаңалап, 60-тан астам заң мен кодекстерге түзету енгізу міндеті тұр. Тез арада. Әуелгі әңгіме, ата заң қолжетімді болуы тиіс. Жаппай басып шығармақ керек. Электрондық платформаларда менмұндалау шарт. Білім беру саласында оқу әдістемелік нұсқаулар мен құралдар қаптап тұруы керек. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары өз алдына үлкен міндет. Премьер-министр мерзімді атады. Бір апта ішінде тиісті ақпараттық жұмыс жоспарын әзірлеуді тапсырамын. 2026 жылдың 10 сәуіріне дейін Конституцияны жаппай таралыммен басып шығарып, мемлекеттік органдарға, білім беру, мәдениет ұйымдарына, кітапханалар мен сауда орындарына жеткізу керек. Жаңа ата заң әлеуметтік саясатты мемлекеттік кепілдендірумен ғана шектемей, жаңа мазмұнмен толықтыруға түрткі болып отыр дейді вице-премьер Аида Балаева. Енді адами капиталды дамытуға, білім беруге, ғылым мен инновацияларға басымдық берілмек. Ал халық денсаулығы кодексіне енгізілетін өзгерістердің ақжолтай ақпарат екені анық. Тегін медициналық көмекті қаржыландыру көздері артады. Яғни бұрынғыдай тек мемлекеттік бюджетке ғана сүйенбей, бұл іске қайырымдық қорлар, халықаралық ұйымдар және ірі компаниялар да атсалысады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің рөлі арта түспек. Азаматтар жоспарлы әрі күрделі медициналық қызметтердің басым бөлігіне осы сақтандыру есебінен қол жеткізе алады. Тағы бір маңызды мәселе. Азаматтардың дербес деректерін қорғау күшейтіледі дейді жасанды интеллект министрі. Айтуынша енді дербес деректердің жаппай тарап кеткен үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу және әкімшілік айыппұл шегін 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін арттыру қарастырылуда. Астана мен Алатау қалаларының бағы беселі. Олардың мәртебесі конституциялық заңмен бекітілмек. Алатауда озық халықаралық стандарттарды енгізу, пилотсыз көлік пен цифрлық активтерді дамыту жоспарлануда. Заңда Астананың да сыбағасы болады. Елорданың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Қалалық ортаның сапасын, қала тұрғындарының өмір сүруін, жайлылық деңгейін және мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға ықпал етеді. ЮНЕСКО мәліметтеріне сенсек, қазіргі мектеп оқушыларының 60% енді пайда болып жатқан немесе әлі пайда болмаған кәсіптерде жұмыс істейтін болады. Демек, өзгеріс қажет. Жаңа конституцияға сәйкес білім беру саласына да сілкіністер келмек. Оның бісмілләсі бастауыш білімге дербес мәртебе беруден басталады. Оқу ағарту министрі баяндағандай, білім беру стандарттарын қайта қарайтын уақыт келді. Мәселен, оқулықтар заман талабына қарай жетілдіруге сұранып тұр. 2026 жылы 3-ші, 4-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарға арналған оқулықтар жаңартылады. 2027 жылы 1-ші және 5-ші сыныптар оқулықтары жаңадан басылады. 10-ші, 11-ші сынып оқулықтарының мазмұны қайта қаралады. 2028 жылы 2-ші және 6-ші сыныптарға арналған жаңа оқулықтар жарық көреді. Жоғарғы білім мен ғылым саласында да өзгерістер күтіп тұр. Келесі жылдан бастап жоғарғы оқу орындарын объективті индикаторлар мен көрсеткіштер негізінде бағалауды қарастыратын жоғарғы оқу орындарының ұлттық рейтингі енгізіледі. Ғалымдардың айдарынан желесетін уақыт аяқ қалды. Ғылым саласын заманауи дамытуға баса мән берілмек. Оны ілгерілетуі тиіс заң парламент қарауына жолданған. Ғалымдар мен ғылыми қызметкерлердің мәртебесі туралы жеке тарау, сондай-ақ жас ғалым ұғымы енгізілетін болады. Ұлттық ғылым академиясының одан да рөлін күшейту енді ұлттық ғылым академиясы жоғары ғылыми ұйым ретінде бекітіледі және квази мемлекеттік сектор субъектілерінің қатарына енгізіледі. Заң мен тәртіп, оны қамтамасыз ету саласына жасанды интеллектіні белсенді енгізу жоспарлануда. Сондай-ақ қалың көпшілік үшін сүйіншіге бергісіз ақпарат. Алдағы уақытта елімізде тұңғыш рет әкімшілік рақымшылық шарасы іске асырылмақ. Қарапайым тілмен айтсақ, азаматтардың айыппұлдары кешіріледі. Жеке тұлғалардың орындалмаған айыппұлдарын толық немесе ішінара есептен шығару мәселесін қарау жоспарлануда. Мұндай адамдардың санаттары айыппұлдардың мөлшері мен есептен шығару тәртібі заң жобасын әзірлеу барысында уәкілетті органдармен толық пысықталатын болады. Өз кезегінде үкімет басшысы бұл бастаманы қолдайтынын білдіріп, 2 аптада оны іске асыру ретін пысықтауды тапсырды. Жалпы ауқымды жұмыстар бойынша іс жоспарлардың дені 1 сәуірге дейін, кейбірі келесі айдың соңына шейін дайын болу қажет деп түйіндеді
Олжас Абайұлы. Шамасы үкімет те бүгіннен бастап 24-те 7 жұмыс тәртібіне көшетін сияқты. Берік Дүйсенбай, Бауыржан Ебелеков. Хабар.